Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман қауым. Арқалық қаласындағы облыстық нөмірі 2 әмбебап ғылыми кітапханасының ақпараттық библиографиялық қамтамасыз ету бөлімі 2025 жылға берілген атаулы күндер күнтізбесіндегі өз өлкеңді өзгеден бұрын таны атты желтоқсан айындағы мерейтой иелеріне арналған онлайн шоуды назарларыңызға ұсынамыз. Молда, қоғам қайраткері Досмағамбетов Ерденнің туғанына 125 жыл. Досмағамбетов Ерден бұрынғы Торғай оязы Аққұм болысы Жангелдин ауылында туған. Торғай кентінде алғашқы партия ұясын құрып, Әліби Жангелдин мен Ахмет Байтұрсыновпен қызметтес болған. Өлкеде орнай бастаған жаңа қоғамдық құрылысты қолдап, серіктестіктер құру, ұжымшарлар ұйымдастыру, ауылдарда кеңес өкіметін қалыптастыру жолында көп қызмет атқарған. Ішкі істер халық комиссариатының аудандық бөлімін басқарды. 1937 жылы халық жауы ретінде айыпталып, 15 жылға Сібірге жер аударылды. 1942 жылы ақталып елге оралған соң ұжымшар жұмысына араласа бастады. 1948 жылы қайтадан жер аударылды. 1954 жылы кешірім алып, мерзімінен бұрын туған жерге қайтты. 1970 жылы еңбек демалысына шыққанша аудан шаруашылықтарында әртүрлі қызметтер атқарып, молдалық жолда ұстанды. Өзі бастан кешкен оқиғалар негізінде аумалы төкпелі заманның шындығын баяндайтын көлемді еңбек жазған. Қазақстанның халық артисі, актриса Алма Ахметованың туғанына 105 жыл. Ол 1920 жылы Қостанай облысы Жангелдин ауданы нөмір 2 ауылында дүниеге келген. Алматы театр училищесін 1939 жылы бітірді. Училище бітірердегі дипломдық спектакльде Шиллердің «Зұлымдық пен махаббатындағы» Луизаның рөлін ойнады. Атырау облысы драма театрындағы тұңғыш рөлі, Мұхтар Әуезовтің Айман Шолпанындағы Шолпан, одан кейін осы театр сахнасында көптеген рөлдерде сомдады. Сондай-ақ Лаврина, Мақпал, Ана, Әнке, тағы да басқа рөлдерде Алма өзінің қас шебер актриса екенін көрсетті. Нұрманбетов Әбілбек 1925 жылы желтоқсан айының 29 жұлдызында Жангелдин ауданы Жартоғай ауылында дүниеге келген. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын үздік бітірген. Мектепте оқып жүрген кезінде кеңес өкіметіне қарсы өлең жазды деген жаламен жер аударылды. Еңбек жолын туған ауылында әртүрлі жұмыстардан бастап, Торғай ауданының біріккен әскери комиссариатының есеп столының бастығы, Қостанай облысының бірқатар мекемелерінде бухгалтер қызметтерін атқарды. 1960 жылдан Алматы облысындағы Қаскелен мектеп-интернатында ұстаздық етіп, 1964 жылдан өмірінің ақырына дейін Қазақ КСР ғылыми академиясының тіл білімі институтында диалектология бөлімінің кіші аға ғылыми қызметкері болып істеді. Қазақ тілі говорларының батыс тобы деген тақырыпта докторлық диссертация қорғаған. Ғылыми еңбектері негізінен Қарақалпақстанда, Түркменстанда тұратын қазақтардың тіліндегі говорлардың Қазақстандағы сөйлеу тілімен тарихи байланысын зерттеуге арналған. Әлбек Нұрмағамбетов қазақ тілінің диалектологиялық сөздігін құрастырушылардың бірі болды. Құрметті оқырман қауым, желтоқсан айында туған мерейтой иелері жайлы өздеріңізге қажетті мәліметтерді біздің кітапханамыздан ала аласыздар. Назарларыңызға рахмет.